Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен баға саясаты тақырыбын жалғастырамыз. Оның ішінде мемлекетпен тағайындалатын минималды бағаны қарастырамыз. Жалпы мемлекет тұтынушыларға аса маңызды кейбір тауарлар мен қызметтерге баға деңгейін орнатуы мүмкін. Ол әлеуметтік қолдау мақсатында мемлекет өз тарапынан максималды бағаны немесе минималды бағаны орната алады. Минималды баға дегеніміз тауарға немесе қызметке мемлекетпен белгіленетін ең төменгі бағаны айтамыз. Мысалы үшін белгілі бір тауардың мемлекетпен тағайындалған минималды бағасы 200 теңге болатын болса, және біз ол тауарды сатқымыз келсе, біз ол тауарды нарықта 200 теңгеден төмен бағамен сата алмаймыз. Мемлекет тағайындаған 200 теңгемен немесе 200 теңгеден жоғары бағамен сата аламыз дегенді білдіреді. Мемлекет минималды бағаны тағайындағанда нарықта екі жағдай туындауы мүмкін. Бірінші, ол минималды мемлекеттік баға тауардың нарықтық тепе-теңдік бағадан жоғары белгіленгендегі жағдайы, немесе мемлекеттік минималды бағаның тауардың нарықтық тепе-теңдік бағадан төмен белгіленген жағдайы. Енді осы жағдайларды біз графикте қарастырайық. Алдарыңызда белгілі бір тауардың графигі белгіленген, және осы тауардың нарықтық сұраныс қисық сызығы, ұсыныс қисық сызығы, осы тауардың нарықтық тепе-теңдік бағасы пи эквилибриум 300 теңге, тепе-теңдік өнім көлемі 100 дана. Және осы нарықта мемлекет минималды баға деңгейін белгіледі. Ол 200 теңге. Ол мемлекеттік баға деңгейі мына жасыл түзу сызықпен көрсетілген. Бұл дегеніміз, біз бұл тауарды 200 теңгеден төмен бағамен сата алмаймыз. Және мемлекеттік минималды баға нарықтық тепе-теңдік бағадан төмен орнатылған жағдай. Бұл дегеніміз, біз 200 теңгеден жоғары кез келген бағамен сата аламыз деген сөз. Егер де тауардың нарықтық тепе-теңдік бағасы мемлекеттік минималды бағадан жоғары орналасқан жағдайда, біз тепе-теңдік бағамен тауарды сата береміз, және сұраныс көлемі ұсыныс көлеміне тең болады, нарықта тепе-теңдік жағдай орнайды. Бұл дегеніміз, мемлекеттік минималды бағаны ұстану қажет емес жағдайды айтамыз. Енді келесі суретке назар аударайық. Нарықтағы тепе-теңдік тауар бағасы 300 теңге пи эквилибриум, ал мемлекет осы нарықта минималды баға деңгейі 400 теңге деп тағайындады. Бұл жағдайда біз деген 400 теңгеден төмен тауар бағасын орната алмаймыз. Біз бұл тауарды 400 теңгемен немесе 400 теңгеден жоғары бағамен сатуға міндетті боламыз. Бұл мемлекеттік минималды бағаның нарықтық тепе-теңдік бағадан жоғары тағайындалған жағдайы. Және біз мемлекеттік бағамен 400 теңгемен сатқан жағдайда, осы нарықта жалпы қымбатырақ бағамен, мемлекеттік бағамен ұсыныс көлемі нарықта өседі, ал осы тауарға деген сұраныс көлемі азаяды. Біздің мысалда ұсыныс көлемі 120 дана, сұраныс көлемі 80 дана. Демек, нарықта бұндай жағдайда артықшылық туындайды. Және бұл мемлекеттік минималды баға деңгейін ұстану қажет болатын жағдай. Минималды баға тепе-теңдік бағадан жоғары орнағанда нарықта қандай жағдайлар туындайды? Бірінші кезекте нарықта артықшылық туындайды, себебі ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен жоғары болады. Әдетте бұл тауар бағасын орнату практикада қай салаларда қолданылады деген сұрақ туындайтын болса, бірінші кезекте ол еңбек нарығындағы минималды жалақы деңгейін анықтау арқылы практикада қолданылады, немесе ауыл шаруашылығындағы фермерлердің қызметін қолдау мақсатында мемлекет жеміс-жидекке немесе көкөністерге минималды баға деңгейін тағайындауы мүмкін.